Ассалаумағалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. ақш мемлекеттік департаментінің саясат жоспарлау басқармасы ақш-тың Қытай коммунист партияның диктатуралық әлемде жауа ретінде өркендеуіне жауап беру туралы жоспарын жариялады. Бұл көлемді құжат мықты одақ құруға және конституциялық демократияны жандандыруға шақырды. 17 қарашада ақш-тың бұқаралық ақпарат құралдары Axios бұл құжатты жариялады. Құжат 75-ден асады. Онда Қытай коммунист партия мен оның идеологияның қайнар көздерінің зиянды әрекеттері, Қытай коммунист партияның осалдығы, Америка құрама штаттары мен оның одақтастары қалай жауап беру керек екендігі зерттелген. Бұл China Challenge Elements деп аталатын құпия емес құжат 1947 жылы саясат жоспарлау тобының негізін қалаушы және американдық дипломат Джордж Кеннанның жариялаған ықпалды мақаласынан туындады деп хабарлайды ол мақалада. Ол кеңестік стратегияға жауап ретінде оқшаулау тұжырымдамасын алға тартты. Құжатта Қытайды басқару процесінде Қытай коммунистік партиясы 20 ғасырдағы марксизм-ленинизмнің таныс сипаттамаларын ұстанғандығы көрсетілген. Коммунистік партия жоғары, оның барлық іс-әрекеті қасиетті деген болжамға негізделген. Ши Цзиньпин 2013 жылы билікке келгеннен кейін көп ұзамай Қытай коммунист партияның нөмір 9 құжаты шығарды. Онда батыстан Қытай қоғамы алдында тұрған 7 үлкен қауіпті санап берді. Оларға конституциялық демократия, адам құқығы, сөз бостандығы, азаматтардың белсенді қатысуы және қарқынды еркін нарық жатады. Құжатта Қытай коммунист партия диктатуралық үкіметтің тіпті қиын сәтке тап болғандығы көрсетілген. Коммунистік партия мемлекеттік биліктегі монополияны жалғастыру үшін халықты жәнештеу әдістерді қаншалықты көп қолданса, соғұрлым ол өзі мен халық арасында алауыздық тудыруы мүмкін. Сонымен қатар Қытай коммунистік партиясының басшылығымен жүздеген миллион адам орта таптың өркендеуін жүзеге асырды. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету, ұлтшылдық сезімдерді қоздыру және мемлекеттің бақылау, қадағалау жүйесінен туындаған халықтың қорқыныш пен бағыныштылық Қытай коммунистік партияға өз билігін бекем сақтауға қаншалықты ұзаққа созылатындығы уақыт анықтайды. Сонымен бірге Қытай коммунистік партия диктатуралық жүйесі партияның жүйедегі әлсіз жақтарды тану, қателіктерді түзету және ортаға қарай өзгерістерге бейімделу мүмкіндігін шектеді. Құжатта сонымен қатар ақш құрама штаттарының 10 міндеті келтірілген. Оның ішінде конституциялық үкімет пен азаматтық қоғамды ілгерілету, әлемдегі ең қуатты әскери күшті жалғастыру, ережелерге негізделген халықаралық тәртіпті нығайту, одақтық жүйені қайта бағалау, одақтарды нығайту және жаңа халықаралық ұйымдар құру, демократия мен адам құқықтарын ілгерілету, Қытаймен ынтымақтастыққа шектеулі күйде жалғастыру, Қытай коммунистік партияның сын-қатерлерін Америка халқына таныстыру, Қытай коммунистік партияның держава бәсекелестігін түсінетін мемлекеттік қызметкерлердің жаңа буынын даярлау, ақш-тың білім жүйесіне реформа жасау, студенттердің күрделі ақпарат дәуірінде азаматтық жауапкершілікті түсінуге көмек беру, дәйекті сөздер мен істер бостандығы қағидасын ұран ету. Құжатта Трамп үкіметі Қытай коммунист партияның іс-әрекеті және оның мақсаттары ақш пен басқа елдерді өздерінің ой-қиялдарынан бас тартуға және Қытай коммунист партияның негізгі сын-қатерлеріне жауап ретінде жаңа стратегия саясатты қалыптастыруға мәжбүр етті деген қорытындыға келтірілген. Достар, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің тіркеліп пікір қалдырып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.